Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін ерекше дәмді, тойымды древесный грибыдан, яғни қара саңырауқұлақтан салат дайындайтын боламыз. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Бізге баклажан, қызанақ, болгар бұрышы, чеснок және жуа қажет. Одан кейін осындай қара саңырауқұлақтар қажет болады. Бұл өте дәмді, сондай ерекше бір дәм береді салатқа. Бұны жақсылап бірнеше қайтара жуып тазалап, жылы суға салып, бетін жауып қоясыздар. Ол өзі суда тұрып, осылай үлкен болып пісінетін болады. Одан кейін баклажанымызды алып бірнеше бөліктерге бөлеміз. Өз ыңғайларыңызға қарай көресіздер. Мен осылай бөліп жасадым. Одан кейін жуылған болгар бұрышымызды алып, тазалап, екіге бөліп, оны да ұзынша етіп тураймыз. Жуамызды да алып, бірнеше бөлікке бөлеміз. Осылай үлкенірек жасап, орталарын ашып, барлығын дайындап аламыз. Одан кейін қызып тұрған майымызға болгар бұрышымызды салып, бір қайтара майға аунатып аламыз. Көп қуырудың қажеті жоқ. Өйткені бұрышымыз жұмсарып кетеді. Одан кейін жуамызды да алып, оны да қызарғанша қуырып аламыз. Келесі кезекте баклажанымызды алып, майға қыздырып қуырамыз. Барлық көкөністерді дайындап аламыз. Одан кейін болгар бұрышымыздың үстіне жуамызды, баклажанымызды, одан кейін қара саңырауқұлағымызды осылай үлкенірегімен алып, екіге бөліп қостым. Қызанағымызды алып, бірнеше бөліктерге бөліп, оны да қосатын боламыз. Бұдан да үлкен қылдырып қоса берсеңіздер де болады. Одан кейін чесногымызды алып, ұсақтап тураймыз, майдалап. Дайын салатымыздың үстіне саламыз. Ендігі кезекте салатымыздың үстіне бір шай қасық тұз қосатын боламыз. Одан кейін бір ас қасық соевый соус қосамыз, жақсылап араластырамыз. Салат өте дәмді болып шығады. Одан кейін кинза қосамыз. Қалауларыңызша брокколи, руккола қоссаңыздар болады. Кинзаны салып, жақсылап араластырып, бір сағаттай тоңазтуға қойып қойсаңыздар, тіптен керемет болады. Біздің салатымыз дайын, өте дәмді әрі тойымды болып келеді. Міндетті түрде жасап, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.